Сәлеметсіздер ме? Менің есім Қайнарбек Ерназарұлы. Мен көркемеңбек пән мұғалімі болам. Павлодар қаласының бірінші жалпы орта білім беру мектебінде. Өзім туралы айта кетсем, өзім Павлодар облысы Баянауыл ауданы Жұматшанин ауылында дүниеге келгем. Ата-бабамыздың бәрі ағаш шеберлері болған, музыкалық аспаптар жасаған, қол өнерімен айналысқан. Мен осы қалаға келгеніме 5 жылдай болып қалды, көшіп келгеніме. Осы мамандық ұлдармен жұмыс істейміз, қол өнерімен, ұлттық қол өнерімен. Менің бағытым ұлттық қол өнер болғандықтан, бұл ұмытылып бара жатқан өнердің бір түрлері, сүйек жону, мүйіз жону, сосын өру өнерін дамытып былғары жұмыстармен жұмыс істейміз, ағаш жұмыстармен жұмыс істейміз. Осы бағытта үйірмем бар, Атамұра деген. Сол үйірмеге 4-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейін балаларды жинап, тегін үйірмеде осы өнерімді үйретем. Білгенімді үйреткен, ол енді біздің жалғасымыз ғой. Арнайы бұл мамандықты мен оқыған емеспін, бірақ колледжде оқығам, педагогика колледжде Павлодардың. Бұл өнер, қысқаша айтқанда, бұл өзімді-өзім дамытып шығарып жатырмын. Өйткені бұл үйрететін адам болмай тұрда қаламызда. Соны дамытып, сол қалпына келтіріп, бұрынғы ата-бабамыз жасаған заттарын көрсетіп, соны қалай жасалу жолдарын, қалай істеуге болатын, соны үйретіп жүргенім бар қазір. Көптеген жетістіктерге жеттік. Облыс, қала, республикалық жеңімпаздарым бар оқушыларымның арасында. Енді халықаралық дәрежеде енді аргумент и фактыға шыққанымыз бар, сол сақылды мақалада. Мен енді Атамұра үйірмемді қалада білет, негізі көптеген ұстаздар. Өйткені басқа мектептерден де келет, тегін үйірме болғандықтан. Осы өнерді жалғастырып дамытуымыз керек. Өйткені бұл ұмытылып бара жатқан өнерлердің бірі, бұл осы ұлттық қол өнеріміз болып табылады. Мына жерде тегеш, таза ағаштан жасалған, үйеңкі ағашынан. Бұл енді токарлық станокпен жонылған, сырты лакталып, не оюлап жасаған, қолдануға болады бұны. Мына жерде қайын ағашынан ойылған ожау. Ожау болғанда бұл енді қымыз құятын. Басына арқардың басын келтіріп, соны ойып істегем. Мына жерде ет салатын, жұқана салатын қалақ, ол да солай неғып, арқардың басымен осылай үйеңкі ағашынан жонып жасағам. Мынау табағымыз, енді астау дейді бұны, енді бұл астауға жатады, өйткені бұл ұзыннан ұзақ. Мынандай дөңгелекше келген болса, ол табақ болып есептелінеді. Бұл астау. Бұл енді ағаш жону өнері, басқа да қазір көрсетелем. Мынау енді сүйек жону өнері, бұл енді бір оқушым жонды. Бұл шаш қыстырғыш дейді, мынау сүйектен жасалған, толық сүйектен жасалған. Қыстыратыны да, жүрегі де, мынау садақтың оғы да бәрі міне. Сүйек, таза сүйектен жасалған. Мынау білезік, бұл мүйізден жасалған, қарамалдың. Бірақ бұны жасайтын қазір адамдар жоқ деуге болады, өйткені бұл жоғалып кеткен өнердің бір түрі. Мен бұны тағып та көрсетелем. Әйелдер адамдарға тағуға болады. Мүйізден жасалған. Мынау енді тұмарымыз, өзіміздің соны ұлдарға үйретем, балаларға. Бұл былғары мен мүйізден жасалған. Енді болса келтіріп, тастармен әшекейлеп, болса істетіп үйретем. Басқа да жұмыстар бар. Мынау жұмысқа енді бір-екі күн кетеді. Енді бұл кепкен ағаш болса, бір күннің ішінде бұны жонып, өндеп болуға болады. Сосын оюын салып, лактауына енді кепкені тосу керек, сонда бір 2-3 күннің ішінде жасап шығуға болады. Енді мына ожауымызды енді одан көбірек алады, бұл енді 3 күндей алуы мүмкін. Оюы бар, сызуы бар, шын алуы бар. 3-4 күннің ішінде істеп шығуға болады. Жұмсақ ағаштан істесе тезірек істеуге болады. Бұл қайын ағаш өте қатты болады. Мыналар үйеңкілер, біздің нелер, бұлар енді жұмсақтау болады, бұлар жылдамдап істеуге болады. Сайман өткір болу керек. Сайман өткір болмаса, бұны жону қиын. Енді мынау табақты енді
астауды. Енді бұл бір аптадай алып қалады. Енді әркім әртүрлі енді. Біз енді асықпай балалармен істедік. Бір 10 шақты күн істедік. Бояуы бар, оюы бар. Сол сақылды. Мұнау сүйек жону өнерінде мынау сүйекті жонған кезде өте күлдер ұшады. Ол өкпеге зияндығы бар. Өйткені өкпеге кетсе, ол адам ауру болып қалуы мүмкін да. Сосын қауіпсіздік ережесін сақтағандықтан мен қолдан мынандай вытяжка дейді, орысша айтқанда, мынау сүйек күлін сорып отыратын мынандай ойлап таптым енді. Бірақ үкіметтің моторы бұл астыңғы жағына жиналып отырады, күлі. Жұмыс істегенде соны қосып аламыз бірінші. Сосын мынау көзге не очки, не мынандай шлем болу керек, щит болу керек. Көзге сүйектің осколкалары ұшады. Әртүрлі құрал саймандармен жасауға болады. Мұнда гравер деген құрал сайман тұр қазір қолымда. Зергердің бор машинасымен де істейміз. Жаңа мына жерде фрезамен жұмыс істегенде қазір мынау жонат сүйекті. Сосын әр пішінді келтіріп аламыз да, қарындашпен сызып, сосын мынаны қосып жонамыз. Мына жерде бір жұмысты аяқтап қалдық. Бұл қыран бүркіт. Бұл енді өз ойымнан шығардым, балалармен ойлап отырып істедік. Бұл енді белдеме сүйектен жасалған, арты мүйізден. Жай сүйекті жонып көрсетейін. Бұлай кішігірім. Оборотын кішкене қойып, айналдыратын. Мынау сорып тұрған жерге ауа несін, вентиляторын бұлай ақырын-ақырын жонамыз. Шыдамдылықты, төзімділікті талап етеді. Оңай өнер болмайды. Осылай ақырын оясыздар. Сызып аласыздар. Керек жерін алып тастайсыздар, керек жоқ жерін алып тастайсыздар. Керек жерін қалдырасыздар. Енді қиялға байланысты көп нәрсені жасауға болады. Кішкентай тұмарлар жасап жүрміз қазіргі уақытта. Алқалар, сырғалар жасаймыз. Әйел адамдар құлағына тағатын. Көптеген нәрсені жасаймыз енді. Үйренетін балаларым бар. Ізімді жалғастырып ақырын үйреніп жүр. Енді бұл қалада жоқтың қасы деуге болады. Бұны үйрететін адам жоқ. Оқу орнында да жоқ бұл. Бұл енді осы үйретіп, дамытып, облысымызда енді осыны дамытуымыз керек болып тұр. Мен соған кішкене болсын үлесімді қосып жүргеніме мен өз қуанам. Осы өнер әлі тірі болса екен деймін. Мына жердегі жұмысым қобыз деген жұмыс. Бұл таза машинаның бөлшектерінен, темірден, металдан жасалған. Гүлі де бәрі темір. Бұнда ештеңе басқа құрам жоқ, бәрі металл. Қобыз деген жұмыс. Бұны мен енді былтырғы жылы өрлеуде екінші орын алғам художниктер арасында. Мынау тоже неден істелген енді, гранатаның нелер ғой. Темірдің бөлшектерінен металл скраб арт деген өнер бұл. Мына жерде енді сүйекпен жұмыстар, мынау енді үкі, қойдың жамбасының сүйегі, белдемесінің сүйегі. Мына жерде қарлығаштар отыр міне, оның бәрі мүйізден жасалған. Мынау өру өнері, осылай келтіреміз композицияны. Мынау сүйектер, мынау жауырын іштері ойылған. Мынау шоқ бар, баяғы батырларымыздың кішірек қып істегенбіз балалармен. Мынау майшелек, көбі дейді, қымыз пісетін. Бұны енді неден рейкалардан, сондай нелерден жасап шықтық. Өз қолымызда не бар. Мынау өнер, бұл өру өнері. Бұл қайын деген жұмыс. Бұл ақ терімен, қара терімен өріп отырып істегенбіз. Енді ожауымыз ойылған өзімнің. Мынау өнер, сүйек жону өнері. Бұл енді бір айдай уақыт алды. Бұл қайын деген жұмыс. Бұл қарамалдың жауырыны толық ойып шыққанбыз. Өте көп уақыт алады. Металл арт скраб деген өнердікі. Мынау енді бұл танкымыз. Металдардан жасағанбыз. Балалардың жасаған ожау, қалақ, қаламсалғыш. Мына композицияда мұнда өрім тұр. Бұл өрім жоғалып бара жатқан өрімнің бір түрі. Мен соны қалпына келтіргем. Бұл қос бұрым деген өрім.
соны өріп отырып балалар теріден ағаш қып мына жерде қобыз келтіріп істеп шықтық. Мынау да өру өнері былғарыдан. Бұл құс, тырна деген құс болады, ұзын келген, соны ұшып бара жатқанын келтірдік. Бұл өнер жаңағы айтқан скрап металл арт өнері. Бұл бөлшектер керек жоқ, подшипниктер, нелер, шестеренкалар, цептерден солай варт етіп жасағамыз. Мен жасап, сол балалармен бояп, лақтап, құрастырып шықтық. Топай, асықтың бір түрі, енді сиырдың асығын топай дейді. Кубок, спортивный кубок, бұл да металл ломнан істелінген, машинаның бөлшектерінің, подшипниктарынан. Мынау ерекше жұмыс, бұл ерекше жұмыс дейтінім, бұл жерде тарағымыз бар, мүйізден жасалған. Білезігіміз бар, жаңа мына жерде қоңырауымыз бар, бұрын шамандар қолданған. Мынау міне тұз салғыш. Әжелеріміз қолданған, қазір істелінбейді бұлар. Мүйізден жасалған. Мынау қақпағы бар. Мынау алшысынан түссін деп тұрған, асың алшысынан түссін деген осы мағынада, мынау гүлі, сүйектерді ойып істегенбіз. Мынау да металл ломнан жасалған еді. Мынау нелер ГРМ дейді, орысша айтқанда. Мынау металл двигательдің нелерінен, подшипниктарынан осындай машина жинап шыққанбыз. Қайық мүйізден жасалған. Мынау тегештер, міне қақпақпен жонып істейміз. Мынау жұмыс, бұл да ерекше жұмыс, бұл енді авторлық жұмыстар, балалармен істеген. Мынау қасқырдың табаны сүйектен жасалған. Біз енді көк бөріден тарадық деген ырым бар ғой, енді сол легенда бар дейді. Мына жерде шаңырақ, уық, мынау қыран бүркітті біз мүйізден жасадық, ешкінің мүйізінен ойып шықтық. Мынау енді майшам, светпен қосылып нетіледі. Металдан жасалған. Балық, бұрын жасалған бұлар, балық, мүйізден, сиырдың мүйізінен. Мына жерде де киіз үй деген жұмыс тұр. Мына жерде қобыз келтірдік қойын жамбасынан. Мына жерде көп нәрселер бар да, күн бар, мағыналары бар да бұл жерде. Мына балалар жасаған пышақ сүйектен жасалған. Мынау енді біздің білім саласының символы, үкі, белдемеден жасалған сүйектің. Мынау қалам салғыш, бұрын осылай неде оған, дәуітке салып істеген, жазған кісілер, сол істеп шыққамыз бір конкурсқа. Домбырамыз тұр картинада. Мына жерде өру өнері, ағаш өрілген бұлғарыдан. Мына жерде де міне қойдың ортан жілігінен осылай картина жинағамыз. Күнді келтіріп, жауырынды ойып. Мынау жұмыста киіз үй деген жұмыс, ұқсастық бар енді, бірақ бұл жерде қобыз нелер бар. Мынау енді қамшы емес, бұл бейшік, ұзын, бірақ кішірек қып өріп істегенбіз балалармен былғарыдан. Мына жердегі басы қарамалдың мүйізінен істелінген. Бұл 12-10 таспадан өріледі, 6 таспадан, 8 таспадан өріледі. Мынау темір, орысша айтқанда холодный ковка дейді. Мынау темірді иіп ұрып отырып істегенбіз. Сол бояп, темірден істелінген. Мынау да майшам светильник істейді. Қозғалады. Бұл да машинаның бөлшектерінен, әр жерінің детальдарынан темірден жасалған. Мынау да композиция, жаңағы сақылды картиналар. Мына жердегі жұмыс күміс белдік дейді, бірақ бұны біз балалармен алюмин материалынан жасап шыққанбыз, былғарымен. Мынау жұмыс өзімнің жұмысым, бұл қайық деп аталады. Бұл таза сүйекпен мүйізден жасалған толық. Бұған өте көп уақыт алады. Бұл 20 күннен аса уақыттың ішінде істеп шыққам. Осы жұмыстармен мен 19 жылы бас жүлде алғам өрлеуде. Мынау да жаңағындай темірден жасалған гүл. Мынау енді ерекше айтуға болады. Енді бұл өру өнері, бұл жүген. Мына жерде бірнеше өрім бар. Мына жерде жүген, жылан бауырдан өрілген, дізгіні екі жағы тегіс өрім, басқа өрім. Мына шұлбыры, дөңгелек өрім, жұмыр өрімге жатады. Сондай өрім түрі, мынау кәдімгі аттың басына тағуға келетін жүген. Соны балаларға көрсетіп, үйретіп жұмыс. Мына жерде бір композиция жинағамыз балалармен. Бұл жерде жыланымыз бар, құсымыз бар, сондай мынандай өрмекшілеріміз бар, осылай
құрап жасаймыз. Мынау сықырғыш деген құрал, енді балалармен жасап шыққанбыз. Қызықтырып, осылай балаларды үйрету үшін істегем. Мүйізден жасалған қара малдың ішкі жағына жаңағы үкіметтің сықырғышы болады, ойыншық, соны келтіріп істегеміз. Осылай істейді. Енді мына жерде жаңағы металл скраб арт өнерінің бір несі бөлшегіміз. Бұл 3 дөңгелекті мотоцикл жасағанбыз балалармен. Бұнымен енді айта кетсем, Алматы қаласында металл өңдеуден бас жүлдені алғанбыз. 20-шы жылы. Сол міне мотоцикліміз 3 дөңгелекті. Бәрі әр неден, подшипниктен, шуруптан, болттан жиналған нәрсе. Мынау енді түнгі майшам дейді, бұны өзім жасағам. Бұл енді цептен, әр керек жоқ детальдардан жасалған. Бұны қыстырса, светпен қызыл болып жанып тұрады. Жүрек бұны. Бұл металл скраб арт өнері. Бұл өнер енді кенже қалған өнерлердің бір түрі деп айтуға болады.